сұрағандықтарына мәтінді есептер қоспаға байланысты 6 килограмм мыс пен мырыштың қоспасының 50% мыс. Дәл 6 килограмм қоспа, оның 50% мыс. Қорытпаның 70% мыс болу үшін қоспаға қанша мыс қосу керектігін анықтаңыз. Бәрі 6 килограмм қорытпаның бәрі, оның 50% мыс. 50% мыс болса бірден көрініп тұр, 30 килограммы мыс және 30 килограммы мырыш. 30 килограммы мыс, 30 килограммы мырыш екені көрініп тұр. Енді қоспадағы мыс 70% болу үшін мырыштың килограммы өзгермейді, себебі мысқа қоспаймыз мырышқа. Мырыш 30 килограмм қала береді. Мыс 70% болу үшін мырыш сонда 30% болып қалады. Сонда 30 килограмм мырыш 30% болған кезде қанша килограмм 100% болады деп қоспаның барлық тармағын сұраймыз. Бұдан 2 тең 30 көбейту 100 бөлу 30 тең 100-ге. Демек 100 килограмм болу керектен барлық қорытпаның салмағы мыс пен мырышты қосқан кезде. Сол жағдайда біздің мысымыз 70% болады. Мыс 70% десек, онда 100 килограммның 70%-ын табу үшін онда 70 килограмм болады. 70 килограмм мыс болу керек. Басқа жерде берілгенде 30 килограмм мысымыз бар қоспаның ішінде. Енді сонда 70-тен азайтамыз бұрынғы барымызды, сонда 50 шығады. Жауабы 50 килограмм мысты қосуымыз керек. Қоспадағы мыстың пайызы 70% болу үшін.